Бәріңе сәлем. Бүгін етті бәлішті жасаймыз. Осы рецептпен пирог тіл үйретіндей, тартымды, табиғатты ашатындай өте дәмді болып шығады, әрі оңай дайындалады. Бәлішті жасағанда дайын қатпарлы қамырды қолданамын. Кәдімгідей дүкеннің қамыры. Алдымен картопты ірі күштен өткіземіз. Суық сумен жуып, крахмалын кетіреміз. Ол өте маңызды, себебі піскенде ешқандай иісі болмайды. Содан кейін екінші күні еті сондай көк болып қалмайды, иісі ешқандай жұқпайды картоптан. Пиязды жартылай дөңгелек қылып, осындай ірі қылып турап қоямыз. Тартылған етке тұз, қара бұрыш салып, араластырып қоямыз. Еттің үстіне пиязымызды, картопымызды салып, қолмен дұрыстап тұрып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қамырды екіге бөлеміз. Бірінші бөлігін противеннен үлкенірек жазып қою керек. Противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне оқтау арқылы дайын қамырды түсіреміз. Содан кейін етімізді ортаға түсіреміз, қолмен форма бойынша жайып қоямыз. Енді сары майды жұқа қылып турап, еттің үстіне әр жеріне салсақ, бәлішіміз керемет күшті дәмді болып шығады. Қамырдың екінші бөлігін жазып, үстіне қайтадан оқтау арқылы түсіреміз. Шеттерін жабыстырып, ішіне қарай қайырып қоямыз. Бір жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, үстіне жағуға болады. Қамырдың бетін 4-5 жерде тесеміз. Күнжутпен әдемілеп, қызып тұрған пешке 180 градус 50-55 минутқа қойып қоямыз. Видеоларым ұнап жатса, каналыма тіркеліңіз.